Адамның ар ождан алдындағы адалдығы өз қадір қасиетіне, ізгі іс әрекетіне байланысты. Шыншыл адам адал адам, себебі шыншылдық адалдықпен ағзалас. Өрге жүзген өнегелі ісімен, таңда адал дос өз теңіңнің ішінен. Адам мақсатына өзін өзі жетілдіру арқылы жетеді. Мінез құлық міні рухани кеселге жатады. Өзгенің пікірін иемденіп кету надандық, һәм ниеті қара адамға лайық іс. Бейқамдық сәтсіздікке бастайды. Жүргендер көп достық атын малданып, қалмағайсың сен де бірден алданып. Білімді болу деген жаңалық ашуға қабілетті болу. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбеңнен көп алыста жатады. Мінез жанның айнасы. Ғылым адам санасына болмысы бөлек, ерекше ұтқыр ұғымдарды орнықтыру арқылы ғана терең ұялайды. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Сұлу сөз жан сергітеді. Тән ауырса, жан да ауырады. Шын беріліп қызықтаған нәрсе ғана жүрекке жетеді. Ақыл парасат адамның ойлауына, пайымдауына, ғылым мен өнердің қыр-сырын ұғынуына, жақсы қылық пен жаман қылықтың ара жігін ашуына көмектесетін күш. Тәрбиелеу дегеніміз адамның бойына білімге негізделген этикалық құндылықтар мен өнер қуатын дарыту. Адамның тоқымашы не атбегі болып тумайтыны тәрізді. Қайырымдылық пен қайырымсыздық та жаратылыстан бойға бітпейді. Адамның тәндік жаратылысының дамуының негізгі көрсеткіші денінің саулығы. Ізгі және қажетті шаруа атқарған адамның бағасы да жоғары болуы керек. Өз ісінің білгірі, шебері атану үшін жақсы жұмыс істеп, көп білуге ұмтылу керек. Қандай әрекет жасап, қандай іс істер болсаңыз да, игілігін көріп, білуге ұмтылу керек. Адамның жақсыны жасауға да, жаманды жасауға да туа бітті қабілет қарымы жетеді. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Ең тамаша әрекет бақытқа қол жеткізетін еркіндік. Ұстаздық мінез құлық нормасы мынадай болуы тиіс. Ол тым қатал да болмауы керек, тым ырыққа да жығылмауы керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды. Ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Құрметті оқырман, қазақша каналды қолдап, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісерім көп. Назарларыңызға рахмет.